Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздермен біз ачичок салатын дайындап үйренеміз. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, жаңадан рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен біз осы пиязды, бізге жарты пияз жеткілікті болады, өте жіңішке етіп тураймыз. Біз пиязға мариновка жасаймыз. Енді пияздың үстіне осылай укропты да майдалап турап салатын боламыз. Енді осы пиязымыз бен укроптың үстіне 3 ас қасықпен қант салатын боламыз. Және де 2 шай қасықпен уксус құямыз. Содан кейін осылай қолымызбен жақсылап езіп араластырып, 10-15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Енді қызанағымызды турап алуымыз керек. Оны да пияз турағандай өте жіңішке етіп тураймыз. Содан кейін міне қызыл ащы бұрышымызды майдалап турап қосатын боламыз. Егер салатты қатты ащы қылғыларыңыз келсе, қызыл чили бұрышын қоссаңыздар болады. Мен жарты бөлігін қостым. Барлығы дайын болғаннан кейін үстіне кішкене тұз себеміз және де маринадталған пиязымыз үстіне қосып, жақсылап салатты араластыратын боламыз. Және де осылай кішкене сұйық сеуіп жүрсеңіздер болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Кішкентай тарелкаға осылай салып, ұсына берсеңіздер болады. Бұл салат өте тәбет ашады, әсіресе пловқа өте жақсы үйлеседі. Жасап көріңіздер. Рецепт сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, қазақша каналға қолдау білдіріңіздер. Баршаңызға ас болсын.